Баршаңызға қайырлы күн, құрметті менің көрермендерім. Бүгін сіздермен асқабақты пісіру әдісімен бөлісетін боламын. Ол үшін видеоны соңына дейін көріп, комментария жазып, тіркелмесеңіздер тіркеліп, мені қолдап кетіңіздер. Ең алдымен осылай асқабақтарымызды сыртын жақсылап ашып аламыз. Осы рецептпенен жасайтын болсаңыздар, өте дәмі керемет болады. Асқабақты көп балдар жей бермейді. Осы рецептпен істесеңіздер, балдарыңыз қалдырмай жеп қоятын болады. Осылай асқабақтарымызды сыртын, ішін осылай тазалап аламыз. Мантабаркеге орналастырып, буға пісіретін боламыз. Асқабақтың пайдасы өте көп, дәруменге бай. Міндетті түрде асқабақты көп жеңіздер. Қазіргі балалар көбінесе жемейді асқабақты. Сол үшін осылай жасап берсеңіздер, міндетті түрде жеп қояды. Енді 30 минутқа газге қойып пісіріп алатын боламыз асқабақтарымызды. Өздеріңіз көріп тұрғанда грек жаңғағы керек болады. Грек жаңғағы, бал керек болады. Грек жаңғағын мен миксерден өткізіп майдалап алдым. Балымыз магазиннің балы, кәдімгі. Енді осыны піскен асқабақтарымызға жағып шығатын боламыз. Өте дәмі ерекше болып шығады. Міндетті түрде жасап көріңіздер, ұнайды деген сенімдемін. Менің асқабақтарым тәтті болғандықтан мен аз жағып жатырмын. Тәтті емес асқабақ болса, көбірек жақсаңыздар, асқабақтарыңыз дәмді болып шығады. Осылай барлық асқабақтарымызға балымызды жағып шығамыз. Оның үстіне өткізілген, блендерден өткізілген жаңғақтарымызды сеуіп шығатын боламыз. Өте дәмі ерекше болып шығады. Өте дәмі ерекше, дәмді болады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Видео ұнаса, лайк басып, комментария жазып, тіркелмесеңіздер тіркеліп, осындай қазақша контенттердің дамуына аз да болса өз үлестеріңізді қоса кетіңіздер. Өте керемет, өздеріңіз көріп тұрғандай, тәбет ашатындай керемет асқабақтарымыз дайын болды. Назарларыңызға көп рахмет. Қош сау болыңыздар.